Мен оның көзіне қараған сайын бүкіл қиялымда жүрген сұлулықтан алманың әлдеқайда артық екенін сездім. Айтып беруге келмейтін ең бір құпия беймәлім әсер сұлулық әсер. Біз өзіміздің бүкіл моралімізді адамның тән сұлулығынан жан сұлулығын жоғары қоюға негіздесек те, өмірде сол тән сұлулығымен бетпе-бет келіп қалған кезде өзіміздің әлгі қағидамызды қалай бұзып кеткенімізді білмей қаламыз. Санамыз жабайы инстинкт секілді бір әуей күшеніп кетеді. Біз ең осал жеріне қолға түсіп, тырп ете алмай қалған аңға ұқсаймыз. Ендеше сұлулықтың әлі де зерттелмеген немесе біле тұрып айтқымыз келмейтін бір сырлары болуы мүмкін. Мен алманың тізесінің үстінде тұрған қолынан, сол қолынан ұстадым. Жүрексінгеннен алақаным терлеп кетті. Алма жымиып, қолымды құп-құрғақ, жұп-жұмсақ алақанымен қысып қойды да, мені түрімде кісі таңқаларлық бірдеңе байқағандай банадай көздерін кен ашып, антарыла қарады. Кинодан шықтық, алма көңілденіп сөйлей бастады. Кинода неге ылғи сұлу әйелдер ойнайтынына түсінбеймін, деді қолын жайып. Сұлу емес әйелдер жұртқа үлгі бола алмай ма? Олардың бойына жақсы қасиеттер табуға болмай ма? Жақсылықтың ең терең тамыры сұлулықта, өйткені тіршілік тәннен басталады, ал сұлу адамдардың ақылсыз, жаман болып шығуы диспропорция өмірдің күрделілігінен, қиыншылығынан, алғашқы тепе-теңдіктің жиі бұзылуы. Балмұздақ жегім келеді, деді ол менің сөзімнің аяғын күтпей. Балмұздақ кездеспеді. Екеуміз қара көлеңкеге қойылған арқалық жоқ жайдақ орындыққа отырдық. Маған гүл жұлып берші, деді кенет бетіме тесіле қарап. Мен оның осынша қисынсыз талабын қалай ұғарымды білмей дағдарып қалдым. Қазір, дедім де қорқып тұрғаныма қарамастан орнымнан тұрып гүл алаңына беттедім. Бұл біздің үлкен қателігіміз болды. Алақандай болып қауыз ашқан қып-қызыл гүлдердің екі талын жұлып алып жиекке шыққанымда, бері жүріңіз деп саусағымен іліп тартып тұрған портфөлі бар қалқанқұлақ милиционерді көрдім. Мен жалтақтап алма отырған жаққа қарай бердім. Бері, дедім ғой мен сізге. Әлде тағы біреулеріңіз бар ма? Жоқ, дедім зәрем ұшып бөлімшеге. Сіз неге көріп тұрып ысқырмайсыз, деді мен ыза болып. Сіз әдейі жұлсын деп тұрсыз, өйткені сізге біреуді ұстау керек. Милиционер бір сәт антарылып жауап бере алмай қалды. Содан кейін мені әдейі сайқымазақтықпен айтып тұр деп ойлаған болу керек. Тақай бере жеңімнен ұстады да дөрекілеу жұлқып қалып, бөлімше тұрған жақты иегімен көрсетті. Бөлімше ішіне кіргенде аздап есімді жидым. Көп болса штрафын төлеп құтылармын, дедім ішімнен, юстициядан білетін азғантай сандарымды есіме түсіріп. Кәне, документіңіз, деді телефонның құлағында отырған егділеу мені көргенге қуанышты жандай көңілдене дауыстап. Осы кезде бөлмеге алма кіріп келді. Мен инфаркт болуға сәл қалдым. Бітті енді, дедім ішімнен. Үміт атаулыдан үкідерімді үзіп, бір сәттің ішінде өзімнің дәрігерлік атаққа сай емес, қылмысты әрекеттерімен бүкіл ауруханаға, дәрігерлерге, қыздың ата-анасына, қала берді бүкіл қала халқына әйгі болғанын масқара күйімді елестетіп үлгердім. Бірақ алманың келу жағдайы мүлде өзгертіп жіберді. Алманың сұлулығы отырғандардың бәріне бірден апиын сорғандай әсер етті. Телефон құлағында отырған егде милиционер де, мені ертіп келген қалқанқұлақ та, формасыз жай киінген жас жігіт те ызғарлы жүздерін жылытып, мүлде өзім сияқты қас-қабағы түсінікті, ет сүйектен жаратылған кәдімгі адам қалпына келді. Бәрінің көздерінде, иә, отырыңыз, шаруаңызды айтыңыз, көмекке біз дайын дегендей секілді құп ниет сезілді. Алма өз үстемдігін жақсы сезінетін кәдімгі тәжірибелі сұлу бикештердей маңайына жымия көз тастап, менің қасыма келді де қолымен шашымнан сипай ұстап, мен кінәлімін, ағай, деді милиционерге. Мен әдейі жұмсап едім, гүл жұлып бер деп. Неге, деді қалқанқұлақ қатаң дауыспен, бірақ түрі жымиып, әшейін әзіл екенін білдіріп тұр. Әдейі, деді алма қайталап. Әдейі мені сүйме екен деп, менің бойымды тоқ соғып өткендей болды. Охо, деді телефон құлағында отырған егделеу милиционер. Мінеки, қазіргі жастар қандай ашық мінез. Жігітті солай сынауға бола ма, деді формасыз жігіт. Бұл қоғамдық тәртіпті бұзу. Жігітті басқа жерге сынау қажет.
Кешіріңіз, деді Алма мені сол қолымен қапсыра құшақтап. Бір жолға кешіріңіздер, әйтпесе. Жарайды, мені ақайыптаңыздар. Жарайды, қыздың алдында жігіттің беделін түсірмей-ақ қояйық. Милиционер де тасбауыр жандар емес. Айналайын, бәріміз де жігіт болып көргенбіз. Мә, егде милиционер маған паспортымды ұсынды. Рахмет. Сыртқа шыққаннан кейін парктың қақпасына жеткенше бір-бірімізге тіл қатысқан жоқпыз. Гүл жұлып берейін бе, дедім тоқтай қалып, ыза болып тұрғанымды жасыра алмай. Алма қолымды алып, жұп-жұмсақ қолтығына қысты. Болады енді, деді ілгері тартып, маған ештеңенің қажеті жоқ. Таксимен қайттық. Әлде қалай көше шамдары сөніп қалды. Ай ақ бұлттардың ар жағымен зымырап барады. Аурухананың ауласындағы отырғыштардың тұсына келгенде Алма алға оза берген мені тоқтатып, өзіне бұрды да мойнынан құшақтай алды. Мен ерніме жұп-жұмсақ дымқыл ернін тигенін сездім. Құдай-ау, не деген жұп-жұмсақ, нәзік ерін. Мен Алманың талдырмаш денесін құшақтап, бауырыма бастым. Содан кейін сәби иіскегендей жұп-жұмсақ бетін аузыма бетімді үйкеп демін жұттым. Әлде бір жан қоюға болғандай рухани тазалықты сезетін секілдімін. Бірақ ол Алманың бойынан тапқан тазалығым ба, өз бойымның тазаруын сезгенім бе, ол арасын толық айырмадым. Ішке кірдік. Алма тең жартысын қара көзілдірік жапқан бетін шашымен бүркей түсіп, мені қолтықтап алды. Екінші қабатқа кірер есіктің алдында Алманы тоқтаттым да өзім ішке ендім. Сестра процедура кабинетінде жоқ екен. Тез бөлмене бар, деп сыбырладым Алмаға есікті қайта ашып. Алма бөлмесіне кіріп кетті. Іле сестра да келді. Сен бе едің, деді маған жымиып. Өзгеріс жоқ па? Жоқ. Мен Алманың палатасында отырамын, дедім халатымды киіп жатып. Бүгін приступ болуы мүмкін. Сосын ғылыми күнделігімді алдым да сестраға көз қылып, түк байланыс жоқ түсініксіз сөздермен толтыра бастадым. Сестра дәрігерлік жұмысқа жан тәнімен берілген менің қазіргі түріме сүйсіне қарады. Мен палатаға кіргенде Алма киімін ауыстырып, төсегіне жатып үлгерген екен. Орта құпиялары бар балалардың бір-біріне көз ымжасап, күле беретін секілді. Мені көрген бетте Алма көзімен әлгі есінде ме дегендей мойнын ішіне тыға жымиып, күліп жібермес үшін қолымен аузын басты. Күнделікті әдетімен кереуеттің жиегіне отырып, қолынан ұстадым. Ол да күндегі әдетінше құп-құрғақ, жұмсақ алақанымен қолымды қысты. Мүлде емін-еркін. Мен оның көзқарасынан, бүкіл болмысынан ескен ғажайып, жылы ағымды жаныммен сезіп балқып тұрдым. Ұйықта, сен ше, мен сені күзетіп отырамын таң атқанша. Өмір бойы. Алма көзін жұмды. Демалысының жиілігіне қарап, көңіліндегі толқуды сездім. Менің ойларым сан-саққа бөлінді. Маған мына өзім күнде көріп, көз қашты болған күнделікті тіршілік аяқ астынан өзгеріп кеткен секілді, немесе осы тіршілікке өзім тұңғыш тап болып тұрған тәріздімін. Бірақ мен өмірге мән беретін, сән беретін біздің өзіміздің жеке бақытымыз екенін, бізге сырттан ешқандай сәуле келмейтінін, тіршілікке маңайға сәуле төгіп, жылу шашатын адамдардың өздері екенін кейінірек түсіндім. Өзімнің ішкі жан дүнием әдемі сәулелер шығара бастап еді, мені қоршаған бүкіл қауым, ортақ, тіршілік құлпыртып сала берді. Алманың науқасын есіме алдым. Оны емдеу мәселесі дәрігерлік міндетін қалпына табан астында өзгертіп, енді тек өзім үшін жанын сақтап қалу деген төтенше шешімге ұласып кетті. Бір қызығы, сол түні оң қол ешқандай әрекет жасаған жоқ. Алма менің көз алдымда жорта ұйықтап жатқандай, көзі сәл ашылған күйі таң атқанша тырп етпеді. Түстен кейін жұмысқа меңгеруші келді. Жасы 40-тарға келген, мінезі шалдырлау, арық көсе кісі болатын. Мені ұйқыдан қажыған түрімді көріп, немене, әлі түнгі кезекшілікті ешкімге бермей жүрсің бе, деді. Оның сөзі сұрақтан гөрі менің ісімді құптамайтын ризашылық секілді бірдеңеге ұқсайды. Сондықтан мен сәлематсыз ба дегеннен басқа ештеңе айтпадым. Фантазиям жоқ жерде ұлылық та жоқ, деп көсемсіді ол. Сізбен сөйлесетін маңызды бір шаруа болып тұр. Қандай шаруа? Айрықша бақылаудағы
Бірімжанова Алманы жағдайы өте ауыр, тезірек амал жасау керек. Қалай деді меңгеруші көздерін жыпылықтатып орындыққа отыра беріп. Қазір ауру кризис үстінде. Қызды қатерлі приступтан құтқару үшін оң қолын саусақтарын, болмаса тіпті тұтастай өзін операциямен алып тастау қажет. Мен өзімнің бұл пікірімді меңгерушіге бұдан бұрын да айтқан болатынмын. Сондықтан ол бұл ойдың өзіне жаңалық емес екен білдіріп, кіржиіп жауап бермей біраз отырып. Жоқ, ол былай ғой дей бергенде, жоқ дедім тағы да сол өзіме беймәлім өлермендікпен. Ол менің бетіме таңырқай қарады. Содан кейін жүзімнен әлде бір маңызды бірдеңе ұққандай болып үндемей қалды. Мен, мінекей, бірнеше ай бойы қатарынан көз жазбай бақылап келемін, дедім жүрегім дүрсілдеп, дегбірімнің қашып тұрғанын сездірмеуге тырысып. Басқа ешқандай амал қалған жоқ. Егер олай жасамасақ, осы 2-3 күннің ішінде қыздың өзін-өзі өлтіріп тынатынына кепіл боламын. Меңгерушіге әсер ету үшін осы сөзді айтсам да, бойымнан әлденеге дір ете қалғанын, әлгі сөзді бекер айтқанымды түсіндім. Кейде адам тағдырына кездейсоқ, қапияда санадан тыс айтылған сөздердің әміршілдік ететіні бар ғой, түсінемісіз? Басқа ешқандай амал жоқ. Меңгерушінің үндемей қалғанынан сөзімнің құлаққа кіре бастағанын сездім. Сіз операциядан кейін қызды құлан-таза жазылып кетеді деп ойлайсыз ба? Деді маған көзінің қиығымен қарап. Мен олай деп үзілді-кесілді айта алмаймын, бірақ біз ең алдымен адамды бүгінгі ажалдан алып қалуымыз керек. Ертеңгісін содан кейін көреміз. Сіз маған сеніңіз. Мен аурудың қасында күні-түні болып азабын қатар көріп келе жатқан адаммын. Меңгерушінің кіржиген жүзі жұмсара бастады. Ата-анасының келісімсіз бәрібір ештеңе істей алмаймыз, деді сонда да келісе қоймай. Ата-анасы емес, алдымен өзінің келісімі керек. Әрі-беріден соң қалай да болса да жасау керек. Өйткені аурудың жағдайын олардан гөрі біз, оның ішінде мен жақсы білемін. Жарайды, деді меңгеруші оған тура қарап. Бірақ ертең обходта өзім қарап шығамын. Содан кейін кеңесейік. Менің жүрегім лүпілдеп қоя берді. Мен сол сәтте-ақ ертеңгі обходқа деген операцияға Алманы қалай көндіретінді, меңгерушінің алдында қалай болып көрініп, сұрақтарға қалай жауап беру керек екенін үйрететінімді елестетіп шықтым. Бірақ оған бұл жайды қазір айтқым келмеді. Түнгі ұйқысына кесел болар деп ойладым. Ертең ертерек кіріп, бәрін түсіндірем. Аурулар тыныш мезгілден кейін сағат 5 шамасында сыртқа серуенге шықты. Мен Алманың беседканың ішінде кітап оқып отырған жерінен таптым. Бетіме қарап күлді. Көзің қызарып кетіпті ғой. Әшейін ғой. Барда ұйықта. Ештеңе етпейді емес. Ұйықтайсың. Сен менің тілімді алмайсың ба? Мен Алманың бетіне қарадым. Тағы да оның жанарынан ескен жанға жайлы, ғажайып, жылы ағынды сезіп тұрмын. Неге алмаймын, дедім маңайындағыларға естірте күліп. Қашан алмадым? Ендеше барда ұйықта, деді Алма түсін қайтарып. Бүгін жақсымын, ештеңе етпейді, үйіне бар, таңертең келесің ғой. Таңертең айтатын бір маңызды шаруа бар. Иә, таңертең айтарсың. Мен Алманың бөлмесіне барып, киім салынған сумкамды алдым. Кешкілік ұзақ уақыт ұйықтай алмадым. Меңгерушінің көне қалғанына таң қалдым. Өзін-өзі өлтіріп тынатынына кепіл боламын деген сөз есіме түсті. Бәлкім осы сөз әсер еткен болар. Әйтпесе кесі болса қан шықпайтын кесір адам ғой. Алманы алдымен оң қолынан саусақтары жоқ күйінде, одан кейін тұтас бір қолы жоқ күйінде көз алдыма елестеттім. Түк те жоқ, керемет сұлу. Қыстыгүні пальтосымен жүргенде тіпті білінбейді. Протез салдырамыз, сол қолымен жазып үйренеді. Жоқ, тіпті ешқандай протез салдырмаймыз. Сол жалғыз қолымен-ақ бүкіл халықтың көзінше көшеде жүруге болады, оны жасыруға болмайды. Соңғы шешім өзіме қатты ұнады. Дәл солай жүру менің жүрегімді шынайы таза сезімге, жылылыққа бөлетін секілді.
Өмірдегі сәттілік те өте сирек нәрсе. Ол жұрттың бәріне бірдей жете бермейді. Бірақ ең үлкен жалғыз сәттіліктен кейін қалған сәтсіздіктің бәріне де төзуге болады. Қиыншылықтың да жеңудің ең бір үлкен құралы төзім. Төзе білсең, барлық азап атаулының жүзі мұқалып, майырылып өтпей қалады. Мәселен, біреу мойнына 10 килограмм тас байлап қойса, 20 килограмм тас байлағанына шүкіршілік қылып, жаңағы күйінді бақытты халге айналдырып жіберуге болар ма еді? Әрине, болады. Сондықтан қазір қандай ауыр жағдайдан да әлгі жолмен құтылып кетуге болады. Ол үшін де тіршілік керек, тірлік керек. Қол деген немене? Қол деген түк емес. Рас, дүниенің бәрі адамның қолымен жасалады. Бірақ зұлымдылық та адамның қолымен жасалмай ма? Зұлымдылық жасайтын қолды тез кесіп тастамаса болмайды. Тез кесіп тастау керек. Тез. Мен таңертең ерте ояндым. Кешегі оқиғаны, түнгі ойларымды еске алғанда ұйқым бірден шайдай ашылды. Таңертеңгі асымды шала-пұла ішіп, ауруханаға келдім. Сыртқы қақпаны күзетші әлі ұйықтап жатқан болар деп ойлап, қағуға оқталып едім, бірақ ашық екен. Есік алдында әлдеқандай машина тұр. Ішке кіріп, екінші қабатқа көтерілгенде қызметке менен де бұрын келген әлдекімдердің дабдырласқан дауыстарын естідім. Мен шкаптан халатымды алып кидім. Әлдеқайда меңгерушінің қарлыққан дауысы шығады. Бұл неге ерте келген? Шошып қалдым. Жоқ, түк те жоқ. Обходта дейін бәрібір аралайды ғой. Оған дейін үлгеремін ғой. Пердемен бөлінген кабинеттен сестра әйел шығып, телефонға жармасты. Мені көріп, басын изеді. Анда бардың ба, деді телефон нөмірін айналдырып жатып. Қайда? Сестра менің бетіме таңырқай қарады да трубкасын қоя салып, ана қыз өліп қалды ғой, деді ақырын ғана. Жүрегім аузыма тығылды. Демім бітіп, жағамды ағыттым. Әлгі сөзді естіген сәтте көңілімнің түкпірінде осы жаманатты білгендей, осылай боларын сезгендей бір түйсік пайда болды. Біліп ем ғой, осылай боларын сездім ғой, өзін-өзі япыр-ау өлтіріп атына үйіп қалған шекемді ұстадым. Кепіл боламын. Мен екем ғой өлтірген. Мен ғой, бөлменің ішіне қалай кіргенім есімде жоқ. 3-4 дәрігер бар екен. Төсекте шалқасынан жатқан алманы көрдім. Аузынан тілі шығып, көзінің қарашығы төңкеріліп кеткен, түрінен қатты қиналғаны көрініп тұр. Жақындап келіп білегін ұстадым. Суып кетіпті. Тамағында көкпеңбек қолдың ізі, оң қолы кеудесінде жатыр. Өлгеннен кейін ажыратқан болу керек. Кепіл боламын, өлтіріп тынатыны. Айттым ба, дейді біреу ішімнен. Айтқаным келді ме? Мен жыламауға тырыстым. Есірік күйде. Болды, менді холодильникке апару керек, дедім дауыстап. Не айтып тұрғаныма өзім түсінбей. Кешке өлді ата-анасы алып кетті. Келесі күні жерлеуге қатыстым. Ол әңгімесін аяқтап, сигарет тұтатты. Сыра ішіңіз, дедім ұзақ үнсіздіктен кейін. Сөзді басқа бірдемеге аударғым келді. Бірақ ауа райының ыстығынан да, газет бетіндегі саяси хабардан да, қарсы бетте отырған бикештердің түр-сипатынан да әңгіме өрілмеді. Сырасы ескілеу екен, дедім, түсіп қалған эстетиканы жазуына үңіліп. Ол үндеген жоқ. Ашық кафе ішінде сыра ішушілер қаптап кетті. Рұқсат етіңіз, деді даяшы қыз лангет пен шанышқа пышақтарды алдымызға қоя жатып. Содан кейін сыралардың аузын ашты. Мен өзімнің пышақ ұстап тұрған оң қолыма үрейлене қарадым.